Кеме Мелисса есімді жас келіншектің қаладағы күйбең тіршілігін артта қалдыруға бел буғанынан басталады. Ол орманшы ретіндегі жаңа жұмысына бара жатыр. Онда ол бақылау мұнарасына жауапты болады. Сапар барысында оның жігіті Джекер алаңдатарлық хабарламалар жіберді. Ал Мелисса оның назарын аударып, жауап беруді шешті. Бар болғаны бірнеше секундқа. Ол қайтадан жолға назар аударған кезде, ол тұрған адамға соқтығысып қалады да, шошып, көлікті тоқтатып, оны іздеуге шығады. Бірақ оны таба алмайды. Ол қайтып келгенде, оның артында ер адам пайда болып, оны қорқытады. Мелисса оған аң аулау маусымының аяқталғанын еске салып, сонда болғаны үшін сөгіс береді. Бірақ ол үндемей отыра береді. Тек Сэм оған онымен сөйлесуге рұқсат бермейтінін хабарлайды. Мелисса қызығып, ол кісінің кім екенін сұрады да, көп ұзамай оның сұрағына жауап алды. Сэм басқа жігіттің сүйемелдеуімен пайда болды. Сэм оның досы Скитердің жай ғана айналаны бақылап, жақсылық жасағанын түсіндіреді. Өздерімен бірге алып жүрген қару жарақтарына қызығып, Мелисса олардың аң аулап жүргендерін сұрайды. Бірақ Сэм олардың жай ғана барлау жүргізіп жатқанын және аймақтағы зұлым адамдардан қорғану үшін қару қолданып жатқанын айтады. Ол заңдарды тексеріп, олардың орманда қару алып жүруге тыйым салынбағанына көз жеткізгенін айтты. Амалы қалмаған Мелисса ешкімді өлтірмеуін өтініп, оларды босатады. Келесі аптаға дейін ол бақылау бекетіне қарай бет алып, құлыптаулы қақпаны ашу үшін көліктен түседі. Ол арқылы өтіп бара жатып, қақпаны жабу үшін қайтып келеді. Бірақ көлік радиосының біртүрлі әрекет ете бастағанын байқамайды. Ол қақпаны жауып жатқанда, оларға жұмбақ көлік тез жақындап қалды. Асығыс және шошып кеткен Мелисса қақпаны жауып тастайды. Ал белгісіз біреу көлікті дәл оның алдынан тоқтатады. Олар бірнеше секунд бойы бір-біріне мұқият қарап тұрды. Бірақ қақтығысты болдыртпауға бел буған ол тез арада көлікке қайта оралып, оқиға орнынан кетіп қалды. Бақылау мұнарасына келгенде, Мелисса Билли есімді жас жігітті кездестіреді. Ол кетуге асығып бара жатқан сияқты. Ол жолда болған оқиғаны айтып береді. Бірақ Билли ешқандай қызығушылық танытпайды және капитан Эдвудтың ақтауды ұнатпайтынын байқайды. Мелисса ондағы жұмысқа деген таңданысын білдіреді. Бірақ ол жұмыстың көп, күш-жігерді қажет етпейтінін және оған мүмкіндігінше көп уақыт болатынын айтып, бей-жай қалады. Ол бір ай бойы ақыл ойын жоғалтпай, бос емес болуы керек. Билли сонымен қатар бұл аймақта Мелиссаның қорқынышын тудыратын оғаш нәрселерді көргенін айтады. Ол көлігінің кілтін алып, кетер алдында азық-түліктің аптасына бір рет жіберілетінін ескертіп, асығыс кетіп қалады. Толқыған Мелисса бақылау мұнарасына көтеріліп, қажетті заттарды тауып алады. Көп ұзамай ол жалығып, бәрін ішке кіргізуді шешеді. Радио арқылы байланыс орнатуға тырысқанда, ол оның жұмыс істемейтінін біледі. Себебі генератор өшірулі. Ол оны қосуға асығады және уақытты қарап отырып, өзінің әрекеті туралы есеп беруге кешігіп қалғанын түсінеді. Ол ақыры радиоға қол жеткізе алған кезде, оның бастығы көңілі қалғанын білдіреді. Өйткені, ол бірінші жұмыс күнінде өз міндеттерін орындай алмайды. Ол жағдайды түсіндіруге тырысады. Бірақ Билли ескерткендей, бастық ақтауды ұнатпайды және оған тиімдірек болуды айтады. Ол дүрбімен есеп жазып жатқанда, әйнекке құс соғылып қалғанда шошып кетті. Ол не болғанын хабарлайды. Ал бастығы одан құсты жерлеуді сұрайды. Өйткені, бұл басқа жануарлардың тағдырына жол бермейді. Ол баяндамасын аяқтап, рацияны іліп қояды. Алғашқы жұмыс күнінде көңілі қалғанын сезіп, көңілі қалмауға бел буады. Ол құсты жерлеу үшін мұнарадан түсіп, оның алдында жануарды суретке түсіреді. Кейінірек, ол күннің соңғы есебін жасап, сол жерден көрінетін көріністі тамашалауға біраз уақыт жұмсайды. Түнде кешкі ас әзірлеп жатқанда, ол радиодан басқа рейнджерді естіп, байланыс орнатуға жақындайды. Ол өзін Blue Mountain деп атайды, және бастық олардың сөйлесіп жатқанын білмеу үшін 12 станцияға қоңырау шалуын сұрайды. Рой деген атпен танымал адам басқа дауысты естігеніне қуанышты. Рой Биллимен бір ай бойы сөйлескенін, бірақ уақыт зымырап өткенін айтады. Мелисса үйіне қайтатын уақыт келді ме деп сұрайды, және ол 2 айдан кейін кететінін айтады. Өйткені ол қатарынан 3 ауысымда жұмыс істеді. Өйткені ол өз ісін жақсы көреді. Ол бұрын барлығы орманшы болғысы келетінін, бірақ бұл күндері еріктілерді табу қиын екенін байқады. Мелисса өзінің де қызметке өз еркімен барғанын және бұл Ройды бақытты ететінін айтты. Сосын ол бірдеңені аңдып жүрме, әлде бірдеңеден қашып жүрме деп сұрайды. Бірақ ол түсінбейді. Рой рейнджерлердің 2 түрі бар екенін түсіндіреді. Бірдеңе іздейтіндер және бір нәрседен қашуға тырысатындар. Ол оның кім екенін сұрайды. Бірақ ол жауап бермес бұрын. Ол тақырыптардың таусылып қалмауы үшін бұл әңгімені ертеңге қалдыруды ұсынады және телефонды қояды. Оған қайырлы түн тіле. Мелисса құлаққапты киіп, төсекке жатады. Ал жақын жерде аспаннан жарқыраған бірдеңе түсіп жатыр. Келесі күні Мелисса таңертеңгі жаттығуын жасап, оны алыстан біреу бақылап тұрғанын түсінгенде душ қабылдауға шығады. Өзін жайсыз сезінгеннен кейін, ол мұнараға қайта оралуды шешеді. Біз оның Скитер екенін білеміз. Осы уақыт бойы оның қасында кім жасырынып жүрді? Ол дүрбімен ормандағы жағдайды бағалайды, бірақ ешкімді көрмейді. Мұны былай қойғанда, Мелисса есеп беріп,
серуендеуге бел буады. Жолда ол жерге лақтырылған бірнеше сыра банкаларын тауып алады. Бірақ оларға мән бермей, қақпанға түскенше жолын жалғастырады. Таяқшаны пайдаланып, ол тұзақты залалсыздандырады және оны қызықтыратын көк қаны бар бір түрлі теріге тап болған кезде жолын жалғастырады. Бірақ көп ұзамай оның назары жақын маңдағы дыбыстарға аударылады. Тергеуден кейін ол шатырдың алдынан лақтырылған динамикті тауып алады. Ол динамикті өшіріп, шатырдың ішіне қарайды, бірақ ештеңе көрмейді. Ол кетуге бұрылғанда, оған қарап тұрған әйелді көреді. Мелисса жақсы ма деп сұрайды. Бірақ әйел мағынасыз бірдеңе айтып жатыр. Әйелдің аяғының күйіп қалғанын байқаған Мелисса оны тез арада тыныштандыруын өтініп, оны көмек алатын мұнараға апаратынына сендірді. Мелисса мұнара сәл алыста екенін ескертеді. Бірақ егер сіз баяу жүрсеңіз, олар оған жете алады. Әйелдің атын сұрағанда, оның есімі Конли екенін біледі. Екеуі жүре бастайды, және олар алыстап бара жатқанда, шатырдағы үлкен күйген жер көрінеді. Екеуі мұнараға келеді. Ал жас келіншек Конлиді баспалдаққа тез отырғызып, оғаш сөздер айта береді. Мелисса көмекке шақыру үшін жоғарыға көтерілетінін, сонымен қатар Конлидің жарақатын емдейтін бірдеңе табатынын айтады. Мұнара баспалдағымен көтеріліп бара жатқанда, Мелисса кездейсоқ энергияның маңызды көзі болып табылатын күн батареясын аударып алады. Алайда бұл оқиғаның оны дүр сілкіндіруіне жол бермейді және әлі де өз мақсатына назар аударады. Ол басқа рейнджерлермен байланысып, зардап шеккен туристің жағдайы туралы хабарлайды және оны құтқаруға көмек сұрайды. Екінші жағынан, ер адам капитан Эдгвудтың жақын жерде патрульде жүргенін және жақын арада сонда болатынын айтады. Ол алғашқы медициналық көмек қобдишасымен оралады, бірақ Конлиді еш жерден таба алмайды. Мұқият қараса, жас келіншек оның сәл алда тұрғанын және орманға мұқият қарап тұрғанын көреді. Мелисса оның қасына келіп, бірдеңе мазалап жүрме деп сұрайды. Конли жауап бермейді, бірақ оның дүрбелеңінің көрінісі бәрін айтады. Екінші жағынан, капитан Эдгвуд құтқару туралы өтініш алған кезде экипажымен бірге патрульдеуде. Өзінің құлықсыздығына қарамастан, ол әрекет ету керектігін біледі. Күрсінгеннен кейін, Эдгвуд көмектесуге бел буып, Мелиссаның мұнарасына қарай жүре бастайды. Олар кетіп бара жатқанда, скиттер жақын 2 сағаттан кейін Эдгвуд келеді. Ал Мелисса Конлидің күйіктері мен шок күйі туралы тез хабарлайды. Рейнджерлердің бірі әйелді көлікке апарады. Ал Эдгвуд Мелиссаға қатал жүзбен жақындайды. Ол оның міндеті орманды зерттеу емес, мұнарада қалу және ықтимал өрттерді бақылау екенін еске салады. Кетер алдында ол оған келесі есеп бойынша күн панелін жөндеуді тапсырады. Мелисса бұл жағдайға байланысты күйзеліске түсіп, ақыры ұйықтап қалады. Оянғанда, ол есепті жіберуге кешігіп қалғанын түсінеді. Бірақ оны әлі де жібереді. Эдгвудтан сөгіс күтіп тұр. Бақытымызға орай, сымның екінші жағында оның орманшы әріптесі жауап береді. Ол оны тыныштандырып, бұл туралы алаңдамау керектігін айтады. Содан кейін ол генераторды іске қосу үшін төменге түседі де, қайтып келгенде жерге лақтырылған сөмкені тауып алады. Ол қызық болып, оны қолына алуды шешті. Сөмкені ашқаннан кейін, оның ішінен көптеген түрлі тастарды тауып алып, оның қызығушылығын оятты. Түнде ол Конлидің сөздерін ой елегінен өткізіп, әр тасты сипаттайтын журналды парақтайды. Оның назарын Ройдың қоңырауы тоқтатады. Ол не болғанын бұрыннан білетінін айтады және оған Эдгвудтың айтқанына алаңдамауға кеңес береді. Әйелдің тек оның арқасында ғана тірі екенін айтады. Ик бала, ол досына жылы сөздері үшін алғыс айтып, жеңілдеп қалды. Ол найзағайдың жақындап келе жатқанын байқайды. Ал скитер алыстағы орманды зерттеп жатыр. Жерді ақтарып отырып, Мелиссадағыдай жылтыр тасты тауып алады. Жарық кенет сөнгенде Мелисса Роймен қоштасады. Ерте ұйықтауға бел буған ол құлаққапты киеді. Бірақ көп ұзамай телефонының заряды біткенін түсінеді. Бір қызығы, радио өздігінен қосылып, оны күдіктендіреді. Ол микрофонды алып, үйірдің қандай жиілікте екенін сұрайды. Бірақ жауап жоқ. Ол кетіп бара жатқанда, жиілік автоматты түрде өзгереді және радиодан қорқынышты дауыс шығып, Мелиссаны қорқытады. Келесі күні ол бұрынғы ынта жігерсіз оянады, бірақ өз міндеттерін табандылықпен орындауды жалғастырады. Ол Эдгвудтың бұйрығына бағынбауды шешеді және лагерді зерттеу үшін сөмкесін жинайды. Содан кейін ол мұнарадан түсіп, серігінің шақыруын елемей, белгіленген жерге қарай бет алады. Келгеннен кейін Мелисса туристің сөзін бөлгенше бірнеше суретке түсе бастайды. Оның қасына бір жас жігіт келіп, онда не болғанын сұрайды. Бірақ Мелисса бұл туралы ештеңе білмейтінін мойындайды. Ол аю болуы мүмкін деп болжайды және ол жарты миль қашықтықта лагерде тұрғандықтан алаңдау керек пе деп сұрайды. Мелисса бұл аюдың ісі емес екенін айтып,
оны тыныштандырады. Тақырыпты өзгерте отырып, ол кеше түнгі найзағай кезінде бір түрлі нәрсені байқадымы деп сұрайды. Ол тек найзағайды байқадым деп күлімсіреп жауап береді де шағын әңгіме қозғауға тырысады. Бірақ Мелиссаның әзілдесуге көңіл күйі жоқ, және ол тез есінен танып қалады. Бейтаныс адам бұл кеңесті түсінген соң, ол өз лагерін құруға қайта оралатынын айтады. Ол кетер алдында Мелисса оған жақсы күн тілейді. Ол оған алғысын білдіреді, және оның аман есен болуын тілейді. Бұл сөз Мелиссаны күдіктендіріп, оны да суретке түсіруге итермелейді. Кейінірек, ол мұнараның балконында біраз уақыт өткізеді. Ал түнде досы Роймен сөйлеседі. Ол тағы да оның неден қашып бара жатқанын сұрайды, және егер ол тым интрузивті болса, кешірім сұрайды. Бірақ өзін қорғау үшін, ол мұны әйелі психиатр болғандықтан ғана істеп жатқанын, және онымен көп жылдар бойы араласу оған біраз тәжірибе бергенін айтады. Олардың әңгімесінің ортасында, ол Ройдың әйелі жақында қайтыс болғанын біліп, көңіл айтады. Ол оған ренжімеуін айтады. Өйткені ол мұнарада отырып, ағаштар мен тауларды көргенде, ол туралы тек жақсы естеліктер қалады. Роймен байланыс орнатқаннан кейін, Мелисса мағыналы нәрсеге ұмтылысы туралы айтуды шешеді. Ал Рой өз кезегінде ол туралы айтады. Мен бұған күдіктендім. Ол бұл жерге сауығып, кету үшін көшіп келгенін түсіндіреді. Өйткені ол өткен өмірінде бақыт таба алмады. Бірақ ол өзінің проблемаларынан аулақ болғанын мойындады. Рой оны қиындықтармен бетпе-бет келуге және оны бақытты ететін нәрселерді жасауға шақырады. Ұйықтай алмаған Мелисса оянып, өзі түсірген шатырдың суретін қарап шығады. Бұл ой оны ешқашан тастамайды. 4-ші күні ол орнынан тұрып, күнделікті міндеттерін орындап, орманға асығады. Ол бұрын кездескен жұмбақ адамда орманға барады. Мелисса серуендеп келе жатып, орманнан шыққан қорқынышты дыбысты ести бастайды. Дыбыс күшейіп, үрейленіп, ол қашуға бел буады, бірақ ақыры тұзаққа түседі. Ол өзін босатуға тырысады. Бірақ тұзақтан құтылуға тырысқанда, ол қатты ауырсынуды сезінеді, және қайтадан шу естігенде үмітін үзеді. Белгісіз біреу келіп, оған көмекке жүгіреді, бірақ Мелисса оған әлі де күдіктене қарайды. Ол орнынан тұрып, қатты ауырғанын және жүре алмаймын деп ойлайтынын айтады. Ол оны мұнараға апаруды ұсынады. Мені қызықтырады. Мелисса оған ешқашан қайда екенін айтпағанын айтады. Бірақ ол бұл туралы айтқанын айтады. Мелисса оған көмектескені үшін алғыс айтып, бірақ оның қайтып оралуының қажеті жоқ екенін айтып, кері кете бастайды. Ер адам дауысын көтеріп, оның қайтып келуіне көмектесу керек екенін айтады. Ол мұны жоққа шығаруға тырысады, бірақ ол табандылық танытады. Мелисса аю-спрейін алып, оның әрекеті әділетсіз деп мәлімдеген адамға бағыттайды. Ол оған өзіне тиесілі бірдеңе бар екенін және оның келісімімен немесе келісімінсіз кететінін хабарлайды. Ол оған жақындағанда, Мелисса оны тез шашыратады. Бірақ бұл оның қолынан спрейді жұлып алып, оның жүруін талап ететін ер адамды ашуландыратын ешқандай әсер. Сем мен Бак Мелиссаны құтқарып, ер адамға аулақ жүруді ескертеді. Бұл үштік бір-бірін танитын сияқты, ал жұмбақ адам артқа шегінбей тұрып, осының бәрінен шаршағанын айтады. Сем оның қашып кетуіне көмектесу үшін Мелиссаға асығады. Ал Бак ер адамның жақындауына жол бермей, күзетте тұр. Ер адам Бакқа жақындай береді. Ол оқ атқысы келеді, бірақ жіберіп алады. Ер адам Бакуге жақындап, мойнынан ұстап, өзіне тиесілі нәрсені қайтаруды талап етеді. Ол Бактың қалтасынан бір түрлі затты тез шығарып алады. Содан кейін оны өлтіреді. Сем мен Мелисса өз өмірлерін сақтап қалу үшін жүгіруге асығады, бірақ ол жолда сүрініп қалады. Ол жан-жағына қараса, ер адамның енді ол жерде жоқ екенін білгенде шошып кетеді. Сем оған көмектесу үшін қайтып келеді де, оны көлікке сүйреп апарады. Бірақ олардың таңғаларлығы, Мелиссаның қасында бір адам пайда болды. Сем көлікті іске қосқанда, ер адам оны адамгершілікке жатпайтын күшпен ұстап, олардың қашып кетуіне жол бермейді. Мелисса тез әрекет етіп, Семнің садағынан ұстап, оны нысанаға алады. Ер адам көлікті жіберіп, жақын арада бір-бірін қайта көретіндерін ескертеді. Сапар барысында Сем Мелиссаға осы жердегі бейтаныс адамдар туралы ескерткенін байқайды. Ол бұл кісінің кім екенін сұрайды. Ал Сем оның шайтан екенін айтады. Содан кейін ол скитердің қайда екенін сұрайды. Ол оны алып кететіндерін айтады. Оқиға орнына жеткенде, олар скитердің жараланғанын және қансырап жатқанын көреді. Сем оған көмектесемін деп, көлікте қалуын өтінеді. Мелисса келіседі. Бірақ көп ұзамай ер адамның келе жатқанын байқап, Семге ескерту үшін сигнал бере бастайды. Көлікті іске қоспақ болғанда, ол оның жұмыс істемейтінін байқайды. Артына бұрылса, қасындағы адамды көреді. Ол көліктің есігін жұлып алады да, оны ұстап алмақ болған кезде, оған Сем шабуыл жасап, оны жерге лақтырып жібереді. Сем бірнеше соққы жасап үлгерді де, ер адамның назарын аудару үшін жылдам қимылмен тасты бүйіріне лақтырып жіберді. Оның артынан бейтаныс адам жүгіріп келеді. Бірақ Сем оны ұстап алып, арқанмен тұншықтыра бастайды. Төбелесті көріп отырған скитер кенет есінен танып қалады. Абыржуды пайдаланып, Мелисса қашып,
кабинаның ішіне тығылады. Бұл адам Семді тез жеңіп, оны пышақпен өлтірді. Содан кейін ол Семде бар затты алып, назарын Мелиссаға аударды. Ол өзін құтқару үшін жорғалап шығуға тырысады. Бірақ ол тек оның алғанын қалайтынын айтып, оны іздей береді. Ол оған қашатын жер жоқ екенін, егер ол ынтымақтаса жұмыс істесе, тірі қалуы мүмкін екенін ескертеді. Ол шатырдың ішіндемін деп ойлап, оған жақындайды. Бірақ көп ұзамай оның тұзақ екенін түсінеді. Ал ол басқа жолмен қашып кетеді. Осы кезде Скитер келіп, ол кісінің оған не істегенін сұрайды. Ер адам Скитерге адам денесі ешқашан бере алмайтын сыйлық бергенін айтады. Скитер Мелиссаға жүгір, өйткені ол адамға қамқор болады деп айтады. Ер адам жымиды, ал Скитер атқанда ол тез жалтарып кетеді. Қорқынышты жылдамдықпен ол Скитерге жақындап, оны бірнеше соққымен өлтіреді. Содан кейін ер адам тағы да назарын Мелиссаға аударады. Ол қашуға тырысады, бірақ бұл пайдасыз, өйткені оның адамнан тыс жылдамдығы бар. Мелисса өзін қорғау үшін таяқшаны алып, ер адамнан одан не қалайтынын сұрайды. Ол оған тиесілі бірдеңе бар деп жауап береді. Ол ашуланып, оның заттарының ешқайсысы жоқ деп айқайлайды. Бірақ ол оның не екенін әлі білмейтінін түсініп, жымиды. Ол оны таяқпен ұруға тырысады, бірақ ол өзін оңай қорғайды. Сол сәтте ол ер адамның қолындағы бір түрлі тұмарды байқайды. Ол бұл бүкіл затпен салыстырғанда ештеңе емес екенін және жақын арада бәрін түсінетінін айтады. Ол оның шашынан ұстап, сүйреп апара бастайды. Бірақ Мелисса тасты ұстап алып, басынан ұрып үлгереді, қол тұмарға зақым келтіреді. Ашуланған, оған шабуыл жасамақ болған, бірақ басынан соққы алған. Мелисса қаша бастайды. Оның қансырап жатқанын байқаған кезде, ол ашуланып, оны тағы да қуып жібереді. Кездейсоқ, ер адамның қаны оның бұрын тапқан қанына ұқсайды. Ол орманда жүгіріп келе жатыр. Ал ер адам оған ілесу үшін барын салады. Жерге құлағанша әлсіздік сезінеді, бірақ одан әрі қарай жүруге күш табады. Мелисса мұнараға жетіп, баспалдақпен тез көтеріліп, белгісіз тастарды жасырып, қорғану үшін балтасын алады. Кенет жұмбақ адам пайда болып, шошып кеткен Мелисса оның кім екенін сұрайды. Ол оның досы Рой екенін айтады. Бірақ көп ұзамай бұл адам оған шабуыл жасап, оны мұнарадан лақтырып жібереді. Агрессор мұнараға кіріп, тастарды іздейді. Ал Мелисса жерде жатқан досын бақылап отырады. Өзін өзі ұстай отырып, ол онымен бетпе-бет кездесуге бел буады. Қалған тастарды алып, мұнараның басынан лақтырып жібереді. Ал ер адам олардың артынан жүгіреді. Балтамен қаруланған ол Ройдың тірі екенін, бірақ ауыр жараланғанын білу үшін оны шығарып салуға жүгіреді. Ер адам заттарын іздеп, тасты тауып алады. Бірақ көп ұзамай оның қарапайым тас екенін түсінеді. Ашуланған Мелиссаға жақындап, оның неге бұлай істеп жатқанын сұрайды. Ол оған шабуыл жасамақ болғанда, ол оның иығына балтамен тез ұрады. Соның салдарынан ол қатты ауырып жерге құлап түседі. Ал Мелисса демалуға отырады. Бұл арада біз жаратылыстың өз санасын жаңа есіне беру қабілеті бар екенін анықтадық және Ройдың денесін пайдалануды шештік. Оның тірі екенін және аяғын әрең сүйреп бара жатқанын көрген Мелисса қорқып, көлікке қарай жүгіреді. Ол көмекке шақыруға тырысқанда, ол тіршілік иесінің заттарын қайтарып беруін талап етіп, радио арқылы сөйлесіп жатқанын көреді. Ол шабуылға дайындалып жатқанда, жаратылыс оған қарай жорғалайды. Бірақ ол жарақатына байланысты Ройдың денесін тастап кетеді. Досының қайтып оралғанын көргенде жеңілдеп, ол көмек сұрағандықтан бәрі жақсы болатынын айтып, оған шабуыл жасауға батылдық танытады. Кейінірек мұнараға оралғанда, ол радиодан көмек сұрауды ойлайды. Бірақ Эдгвудтың адамдары қандай да бір себептермен келмейтінін біледі. Сондықтан ол мұнараның рациясын лақтырып, генераторды іске қосады. Олардың назарын аудару үшін келесі күні Эдгвуд оқиға орнына Биллимен бірге келіп, не болғанын сұрайды. Бірақ Мелиссаның қатты шошып кеткенін байқаған соң, ол оған қысым жасамауды шешіп, оны көлікке апарады. Осы уақытта Билли денелерді қарап отырып, артта қалып, қара шламды тауып алып, оған бей-жай қол тигізді. Эдгвуд Мелиссаға мұнарадан заттарын алуға бара жатқанда, көлікте қалуын айтады. Эдгвуд Биллиден Мелиссаның орнында қалуын өтініп, екі жаңа рейнджерді табу қиын болатынын түсіндірді. Билли келіседі. Содан кейін Эдгвуд қоштасып, Мелиссаны өзімен бірге алып кетеді. Билли керек жарақ шелегін ақтарып, тасты тауып алады. Ақырында біз тіршілік иесінің оны шынымен иемденгенін көреміз.